Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар, амансыздар ма? Әрине, Алла бірінші Алла беріп берсін дейміз. Бүгін 2 сәуір 2026 жыл. Қазір мен Түркістан облысы, Түркістан қаласындамын. Яғни Түркістан облысының прокурорының орынбасары Келдебек болу керек екенін жаңылыспасам жеке қабылдауға шақырған болады. Бұл жердегі мәселе Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы полицияның әрекетсіздігі, Түркістан облысының Ордабасы ауданының прокуратураның әрекетсіздігі және де соттың кешеге шығарған ұйғарым заң шеңберінде шықты ма, соны талқылау. Одан кейінгі мәселе Түркістан облысы Ордабасы ауданы Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры, яғни қысым жасауды, қудалауды одан арғы жалғастырып, мені жұмыстан шығарды. Енді менің жолдасым Құлманбетова Динара Мекенбайқызы сол мектепте бастауыш пән мұғалім болып жұмыс істейді. Осыдан бір ай көлемінде біраз қысым жасаған болатын. Енді қысымды заңдастырайын деп кеше 30 наурыз 129 бұйрықпен тәртіптік шара қолданған, яғни ескерту беріпті. Мұны қудалаудың енді мені жұмыстан шығарып болғаннан кейін менің жолдасыма тиісіп жатқан жайы бар. Мен қазір тікелей осыны прокуратураға ұсынам. Яғни электрондық күнделік, яғни электронды журнал білім платформасында қойылатын бағаларды ауыстырдың деп, бірақ жолдасымнан ауыстырмадым дейді. Ол техникалық ақауға байланысты өзі түскен, бірақ сонда да бұлар және өзінің сайлап алған орынбасарлары және қасында жүрген тағы да акт жасайтындар бар. Акт жасап кешегі күнмен 30 наурызбен сөгіс беріп жатыр. Яғни менің жолдасымды жұмыстан шығарудың әрекеті басталды. Қысымның арғарай менен болғаннан кейін енді жолдасыма түсті. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және Ордабасы аудандық білім бөлімі, Түркістан облысының білім басқармасы орындықтың тікелей қадағалауын алса деймін. Өйткені кешегі бірінші сотта сот отырысы бітті. Сол отырысы бойынша заңсыз шығарылған бұйрықты 5 мекеме заңсыз екенін жауап хатын біз жүктегенбіз судьяға, сотқа. Бірақ сонда да 5 мекеменің жауабы тұрса да Ордабасы ауданының сотының судьясы Эна Жұмабаев басқа мәтінде, яғни әлеуметтік желіде, фейсбук желіде мен ол шешімді салып қойғам. Сол мәтінде яғни өздеріне ыңғайлы, мүдделеріне тиімді болған шығар деп ойлаймын. Сонда шешім шығарған. Яғни біз тек қана арызда бірақ мәселе қойғанбыз, олар басқа мәселені қараған. Қош сау болыңыздар деймін. Қазір прокуратурадан шыққаннан кейін сотым бар. Тағы да қосып салатын боламын.